Қайырлы күн менің көрермендерім. Біз бүгін тоңазытқышта сақтамайтын, дәмін өз қалпында сақтап қалатын тұздық әзірлейміз. Приправа орысша айтқанда. Бізге 1 кило сәбіз, 1 кило пияз, 1 кило қызыл болгар бұрышы, 1 кило қызанақ, укроп, 1 кило тұз керек. Бірінші осы 1 кило пиязымызды үккіштен өткізіп аламыз. Біз пиязымыз осындай үккіштен бір қалыпты етіп өткізіп алдық. Енді 1 кило сәбізімізді осындай үккіштен өткізіп аламыз. Bir kilo sәбізімізді де осылай өткізіп аламыз. Мен сәбізімнің бәрін турап болдым. Енді 1 кило қызанағымызды майдалап қолымызбен тураймыз. Біздің помидорымыз сулы және етті екен. Мен осылай майдалап турап болдық бәрін. Енді қызыл болгар бұрышымызды қолымызбен тураймыз. Болгар бұрышымызды осылай ұзынша етіп тураймыз. Bir келкі қып тураймыз. Болгар бұрышын тағы да осылай турап шығамыз. Болгар бұрышымызды турап болдық. Мен осында бір келкі болып шықты. Енді осыны тостағымызға саламыз. Енді осы укроптың бәрін тураймыз. Негізінде осындай петрушкада қоссаңыздар болады. Артықтық етпейді. Осының бәрін осылай турап, бұны да тостағымызға саламыз. Біз укропымыз турап болды. Бізде мен осындай қызыл, жасыл, сары болды. Енді 1 кило тұзымызды салып араластырамыз бәрін. Мен YouTube'тан көріп жатырмын. Осындай бір тұздықты көрген жоқпын, біреуін дайындаған. Сіздер осыны жасап көріңіздер. Келесі жыл тағы да істейтін боласыздар. Тамаққа қосқанда да дәмі свежий дәм беріп тұрады. Светі қандай әдемі болып тұр. Сары, жасыл, қызыл болып. Осылай араластыра береміз. Осыларды әбден араластырып болғаннан кейін 1,5 сағатқа қойып қоямыз. Ішіндегі тұзының бәрі еру керек, суы шығып. Міне жаңа біздің тостағымыз толып тұрған еді. 30 минут қойып қойғаннан кейін міне осындай болып азайып, суы шығып қалды. Енді осы тұздығымызды банкіге салып қоямыз. Банкіні булаудың қажеті жоқ. Осылай жуып салып, тұздығымызды салып қоямыз. Осы тұздықты міндетті түрде жасап көріңіздер. Бәріңізде ұнайтынына сенімдімін. Тамақтың дәмін келтіреді.
Міне біздің тұздығымыздың түрі осындай болды. Мысалы тамаққа енді тұз салмайсыздар, тек осы тұздықты саласыздар. Міне менде 1 килодан 5 түрлі нәрседен міне осыншама банка тұздық шықты. Бұны тұздың орнына пайдаланасыздар.